Қалайсыздар қыздар, қайырлы күн. Мен сіздерге қазір қорқынышпен жұмысқа қатысты арт-терапия бергім келіп тұр. Жалпы біз қорқынышымызды көзбен көрмегеннен кейін, оны визуально білмегеннен кейін қорқыныш бізді басқарады. Яғни біз оны қалай айтсам екен, басқара алмағаннан кейін ол бізді басқарады. Енді оны басқару үшін біз оның түсін түстеп, хотя бы примерно білуіміз керек те, оны неге ұқсатамыз. Давайте, мысалы, мен сіздерге өзімнің примерімді келтірейінші. Мысалы, менде, оказывается, бейсаналы түрде қорқыныш бар екен, мен аурудан қорқады екенмін. Мен айттым ғой, 4 базалық қорқыныштың түрі бар, пазл курсында айттым. Сол қорқыныштардың түрінің бірі ол аурудан қорқу. Енді аурудан қорқынышымды мен примерно визуализациялаймын, яғни қағаздың бетіне түсіремін. Ол қорқыныш неге ұқсайды? Бүйтіп көзіме елестеткен кезде ол неге ұқсайды? Түрі қандай, мөлшері қандай, формасы қандай деген кезде менде бір түсінікті осындай бір формада бірдеме шықты. Енді бұның түсін салайын. Как будто бұл ауру бір қан, сондайға бірдеме ұқсайтын сияқты. Оказывается, менің қорқынышым түрі осындай екен. Қағазға түсірген кезде уже, видите, уже легче стало мне. Енді мен осы қорқыныштағы бір қорқынышты емес, бір жеңіл ат беруім керек. Қорқыныш, мен аурудан қорқамын. Давайте мен болик деп атайық, болик. Менің қорқынышымның аты болик. Сіздер де осылай қорқыныштарыңыздың суретін саласыздар, сонан кейін ат қоясыздар. Енді осы боликпен сөйлесіп отырып, мен бұны трансформация алаймын. Бұл қайдан келді маған бұл қорқыныш? Неге мен аурудан қорқамын? Себебі айналамда жаңағы аяқ астынан ауырып қайтыс болып кеткен адамдар көп екен де. Енді в основном мен сондайларға көп мән береді екен. Қатты впечатлиться етеді екен сондай адамдарды көрген кезде, естіген кезде солар жайлы. Бұл қалай, сондай өмірге келгенде, бұл типа сондай бір жап-жас келіншек, бұл сондай әдемі, айналасына ешқандай зияны жоқ, бұл қайдан пайда болды деп. Енді мен примерно бірақ психолог ретінде түсінем да, кез келген аурудың, кез келген емес, в основном осындай өте жаңағы өмірге қауіпті аурулардың ар жағында психосоматика тұрғандығын, яғни адамның шықпаған өкпеленіші, шықпаған эмоциясы, ішкі күйі реттелмеген, сол түбінде ауруға апаратын білемін. Енді мен осы болигімді қазір мен әдемілеймін, қорқынышты емес қыламын. Не істеймін, бір осыған ұқсас бір түсті алып, енді мен әдемілеп басқа бір нәрсеге айналдырамын. Сондай бір сүйкімді, қарауға приятно бір дүниеге айналдырамын. Яғни қорқынышты нәрсемді қорқынышты емес қыламын. Мысалы, біреулер қорқыныштың суретін салған кезде бір адамға ұқсатып салуы мүмкін. Адамыңызды күлкілі қылып, мысалы, бантик тағып қойсаңыз болады, көзіне очки тағып қойсаңыз болады, аяғына бір күлкілі бір аяқ киім кигізіп қойсаңыз болады. В общем, сізге мына қорқынышыңыз енді максимально приятный болып көріну керек. Максимально қорқынышты емес болып көріну керек. Давайте мен жапырақтар салайын, былай, я. Былай бетіп қарасам, что-то оказывается, менің қорқынышым бір кувшинға ұқсайтын сияқты ма, я. Енді мен оны әдемілеп тұрып бояймын. Жалпы білесіздер ме қыздар, арт-терапия деген ол өнер арқылы емдеу деп аталады. Өнер арқылы емдеу, яғни адамды осындай қарапайым ғана әдет тәсілдермен ішкі жан дүниесін реттеп емдеп алуға болады. Мен аламда енді кувшин болса кувшин болсын. В общем, не істегім келеді, соны жасаймын осымен. Себебі бұл уже мені басқармайды, мен бұны басқарып тұрмын. Так, кувшинге ұқсатып, давайте мына кувшин сияқты бояп тастайын да. Енді жаңағы қасына гүлдерді салайын, өзгертейін. Себебі мен бұны басқарамын, бұл мені басқара алмайды. Представлю, что как будто мен бұған гүлдерді клеить етіп жатырмын, жабыстырып. Бағанағы қорқынышты суреттен ештеңе қалмады. Просто приятный кувшин остался. Қазір мен сіздерге ақырға шыққан нәтижені көрсетемін. Вот ең жұмсақ, ең безопасный түрде адам өзінің бейсанасындағы қорқынышты осылай трансформациялай алады, қыздар. Вот. Главное просто вывести
на бумагу. Бумага все стерпит деген сөз бар ғой. Қорқынышты ма енді? Ешқандай да қорқынышты емес, наоборот, керісінше өте әдемі, прикольный сурет шықты. Вот, қыздар, қарапайым ғана қорқынышпен жұмыс жасаудың методы осындай. Бұны балаларыңызға да жасатсаңыздар болады.